Бұл оқиға Ресей елінде орын алған. Бұл ауылда 2015 жылы осыдан 40 жыл алдын салынған соңғы сарай жабылған болатын. Үй жануарын ұстау бұл ауылда тиімсіз болғандықтан. Әдеттегіндей сарайдың іші сыртқа қарағанда жылы болғандықтан көптеген үйсіз қалған жануарлардың мекеніне айналады. Оның үстіне сарай қызметкерлері қаңғып жүрген ит мысықтарды тамақтандырып отырады. Дәл солай бұл сарайда Шарик есімді ит пен Буся есімді мысық өмір. Сарай жабылған кезде Буся мен Шарикті ешкім өздеріне алмайды. Осылай мысық пен ит 3 жыл бойы өздері күн көріпті, тышқандар мен шатыр арқылы кірген құстарды жемтік қылып. Өкінішке орай жыл өткесін қараусыз қалған сарай ылғалдықтан шатыры құлап түседі. Сәттілік ит пен мысықтың жағында болып, олар зардап шекпей, дер уақытында қашып үлгеріпті. Енді жануарлар жабдықтарды тазалауға арналған қондырмада тұра бастайды. Бірақ бұл қондырмаға үнемі суық жел ұрып тұратын болыпты, сондықтан да ит пен мышық бір-бірін құшақтап жылтып, көбелек кеміріп кеткен ескі тонда ұйықтаған. Кезекті қыс жақындап, олардың қыстан аман есен шығатындары белгісіз еді. Алайда барлық тасталынған жерлерді аралағанды жақсы көретін жасөспірімдер оларды суретке түсіріп алып, ВКонтакте әлеуметтік желісіне жүктейді. Әлеуметтік желінің арқасында нағыз ғажайып орын алды. Келесі күні, дәл 31 желтоқсанда екеуін Юрьевец қаласында орналасқан жеке үйдің егесі өзіне алады. Олар өте бақытты болып, алғашқы күннен ақ өздерін жылытып, тамақтандырған егесін жақсы көріп кетеді. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиға.